Assalomu alaykum, xush keldingiz O'zbekistonga. Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekistonlar. Tinchlik, omonlik. Xo'sh kelibsiz Samarqandga. Mana bizni Samarqand bag'ri keng. Ko'm kelsa hammani qabul qilaveradi. Ертең кеш жақсы деп көктемгі Өзбекстанның тамаша көріністерін сіздермен бөліскім келеді. Әрине, ең бірінші Өзбекстанға қалай жеткенімді айтып өтейін. Алматы қаласында Алтын Орда сауда орталығының дәл алдында көптеген автобустар бар. Солардың кейбіреуі Черняевка немесе өзгеше атауы Жібек жолы деген шекаралас ауылға дейін барады. Автобустың бағасы 6.000-8.000 теңге аралығында болды. Сонымен сағат кешкі 7-де жүрген автобус ертеңгі күні таңғы 6-да шекараға келді. Уақыттың қалай тез өтіп кеткен байқамай қалған біз шекарадан аман-есен өтіп Ташкентке жолға шықтық. Келе сала Ташкент қаласында ең бірінші жап-жасыл көгалдар мен ағаштар және тап-таза көшелер көзге түсті. Өзбекстанның керемет дерлік жерлері өте көп, бірақ та осы роликте өзім барып көрген және таң қалған жерлерді сіздерге көрсеткім келеді. Сондықтан бірінші менің арнама тіркеліп, соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Ең бірінші мені таңғалдырған ол Ташкент телемұнарасы. Биіктігі 375 метр, сыртқы келбеті тамаша жасалған мұнара. Өзінің негізгі 3 жоғарғы биік қабаттарында қаланы бақылау алаңы бар. Соның біріншісіне көтеріліп, мынадай тамаша көріністі көріп қалдым. Қаланың өсіп өркендеп, жасарып тұрғанын жоғарыдан байқадым. Мұнараның соңғы қабаты 8-ші қабатқа көтеріліп, мынадай керемет мейрамхананы көріп қалдым. Ішкі интерьері өте әдемі. Сыртқы жағы қаланы жоғарыдан көруге мүмкіндік береді. Мысалы, осы жерден төмендегі саябақ, ойын-сауық алаңын көрсек болады. Мейрамханадағы кез келген үстелге отырсаңыздар, еденнің жылжымалдылығына байланысты сырттағы көріністі 360 градуста жан-жақтан көре аласыз. Және де ас мәзірінде бағалары қолжетімді көрінді. Түрлі тағамдардың бағаларын теңгеге аударып салыстырып көрсеңіздер болады. Келесі орында көк күмбезді Чорсу базары өзінің неше түрлі азық-түлігімен, киім-кешегімен шынымен мені таң қалдырды. Базар келушілерге және жергілікті тұрғындарға киім-кешектен бастап әшекейлерге дейін көптеген заттар ұсынады. Өзбектердің қонақ жайлылығын және кең пейілділігін осы базарда байқасаңыздар болады. Барлығы сізді шақырып сатып отырған, мысалы кептірілген жемісін дәмін татуға береді. Bu yurakka foydali narsa. Yurakka yaxshi. Yurakka? Ha, yurakka yaxshi. For this one? Can you try? This is... Жеп көргеннен кейін дәмі қалай екендігін айтып көрші. Аздап қышқыл. Ой, жоқ, өте қышқыл және тұзды мен үшін. Бұл құрт қазақтың құрты сияқты. Біз де осылай қылып жасаймыз. Сен білесің бе құрттың пайдасын? Бұрынғы заманда, мысалы Жібек жолы кезінде жаһангездер осыны қалталарына салып алып кететін. Оның құрамында пайдалы қоректік заттары көп және ұзаққа дейін бұзылмайды. Базардың маңында жүріп кәуаптың иісін сезіп қытайлық досымызбен кәуап жеуге келдік. Бағасы бар болғаны 400.000 теңге аралығында. Мынау аздап құрғақтау. Сиырдың етінен жасалғаны дәмді екен, майлы. Бізде Қытайда осыны нан деп атайды. Синьцзянь провинциясында, Үрімчі ауданында. Осыдан кейінгі орында барлық адамдар ұсынатын 5 қазан мейрамханасы деп айтайын деп едім, бірақ маған аса ұнамады. Себебі палау қатты және дәпсіз болды, өкінішке орай. Егер сізге бастысы өзбектердің палауды қалай жасайтыны қызықтырса, осы жерге келіп мына шыж-бұжды тамашаласаңыздар болады. Жалпы осы дастарханға 4.000 теңге төледім. Әрине, келесі ретте мені таңғалдырған ол Әмір Темір алаңы. Бүгінгі күні алаңда әдемі су бұрқақтар мен көгалдар бар, және де айналасында қызықты көрікті жерлер шоғырланған. Жалпы Ташкенттің саябақтары тамаша, креативті, сіздердің демалыстарыңызды жоғары деңгейде өтуіне себепкер болады.
Ben 4 günlük izlenimle 4 günlük burada 4 gündür buradayım. Ne? 4 günde Özbeklerin Türklere yakın olduğunu gördüm. Ha, Özbekçe ve Türkçe. Çok kolay anlaşabiliyorum. Özbekçe, Anlaşabiliyorsun. Türkçe çok yakın bir dil eskiden zaten. Çok yakınmıştı. Hangi şehirlerde istiyorsunuz bulunmak istiyorsunuz? Özbekistan'da. Ya, Yani şu an daha Özbekistan'ı tanımadım. evet. Hangi şehirleri var onu bile bilmiyorum daha. Ha. O kadar da kötüyüm Ha, yani. tamam, ben sana konuşuyorum. Konuş. Samarkand. Samarkand. Ya, Ha, onu the best duydum city. onu. Duydum, okey. Duydunuz. Okay. Ve Bukhara Buhara. ve Hiva. En tarihi şehir neresi Özbekistan'da? Tarih. 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 Ya, tarih. Çünkü şurada çok büyük tarih var. Tarihi var Özbekistan'da. Burada Taşkent'te çok modern city. Ha, yeni bir city, Yeni modernize bir city, şehir evet. tabii ki. Türkiye'nin İstanbul'u gibi diyebiliriz. Келесі Өзбекстанда мені таң қалдырған әлемдегі ең көне қалалардың бірі тұла бойы тарих пен тағылым тұнған Самарқанд қаласы. Ташкент темір жол бекетінен Самарқандқа мынандай заманауи пойызбен бардық. Ішінде сіздердің жайлылықтарыңыз үшін барлық жағдай жасалған. Бар болғаны 4 сағаттың ішінде Самарқандқа жетіп келдік. Ұлы жібек жолында қанат жайған қала не бір жойқын шапқыншылықты көрді. Қаншама соғыстың ащы дәмін татты. Отқа да оранды, оққа да ұшты, құлады да қайта тұрды. Бірақ қала өз құндылығын жоғалтқан емес. Одан сайын көркейе берді. Көптеген жылдар бойы дәл осы шаһар арқылы сауда керуендері батыста Парсы жеріне, шығыста Қытайға, оңтүстікте Үндістан даласына ағылып жатты. Қалай, мына тақия маған жарасады ма? Самарқандты өздері құрған мемлекеттің астанасы еткен Александр Македонский, Шыңғыс хан, әмір темірлер қала тарихына есімдерін мәңгі өшпестей етіп қашап жазып кетсе, темірдің немересі Ұлықбектің кезінде қала шығыстың ғылым мен мәдениет орталығына айналды. Бүгінде Самарқанд көненің көзі саналатын өте ерекше құндылықтары құттай сақталып тұрған қасиетті мекен. Осы ерекшелігінің арқасында ЮНЕСКО қаланы бүкіл адамзаттың мұрасы саналатын тарихи құндылықтар тізіміне енгізді. Самарқандтың көне аймағында тарихи ескерткіштер, дүкендер, сауда алашықтары, көне ғимараттар бар. Қаладағы ең көрікті орындардың бірі Регистан алаңы. Осы жерде Ұлықбек, Шерідар, Тилла, Қари медреселер орналасқан. Медресенің үшеуі де әр түрлі мезгілде тұрғызылып, өскелең ұрпаққа ата-баба мұрасы ретінде жеткізілген. Самарқанд бұдан өзге де көптеген кесенелер мен мәзарларымен танымал болып келеді. Медреселердегі есіктер төмен жасалған. Неге десеңіздер, өйткені ислам мойын сұну дегенді білдіреді. Сондықтан бөлмеге кірген немесе шыққан әрбір адам әрқашан басын иіп, амандасып, оларға денсаулық тілейді. Самарқандтағы ең үлкен сәулет өнерінің бірі Әмір Темір кесенесі. Мұнда Әмір Темірдің отбасының және ұрпақтарының қабірі бар. Ол 15 ғасырдың басында билеушінің бұйрығымен тұрғызылған. Алайда бұл кесенені Әмір Темір өзіне арнап салмаған, өзінің сүйікті жауынгер немересіне Мұхаммед Сұлтанға арнап салған. Сол дәуірдегі ең ғаламат құрылысты жүзеге асыру үшін Әмір Темір өз империясын ең мықты деген шеберлер, құрылысшылар мен суретшілерді шақыртады. Оларға кесененің құрылысын қысқа мерзімде аяқтауға тапсырады. Аты аңызға айналған Әмір Темірдің есімімен байланысты тағы бір ежелгі сәулет өнерінің ерекше ескерткіші Бибі ханым мешіті. Әмір Темір өзінің Үндістанға барып келген жорығының сәтті болуына байланысты осы әсем мешітті тұрғызды. Сол заманда ең биік және сәулет өнеріндегі ең тамаша мешіттің бірі болған. Мешіттің ішкі алаңында мәрмәрдан жасалған мына тарихи тұғырды көрсе болады. Осы жерде Құранның алғашқы көшірмесі Осман Құраны сақталып келген. Расымен Самарқан көркіне көз тоймайтын сұлу қала екен.
Келесі ретте сіздерге тарихи орны зор қасиетті Бұхара қаласын көрсетейін. Қасиетті деп атаған себебім осыған дейін шығыстың ұлы ақындары Рудаки, Фердоуси, Дакейки мен Омар Хайям Бұхара шаһарына осындай теңеу қолданған. 2,5 мың жылдық тарихы бар бұл орда Орта Азияның ең ежелгі қалаларының бірі. Қазір алдарыңызда көріп тұрған 10 ғасырда Арк бекінісінің қаланған кезеңінен Бұхара қаласы пайда болған. Және сол кезеңге қарай жуықта Бұхара қаласы ең мықты дамыған елді мекен болды. Сол заманда жылнамашылар осы қаланы Бұхария деп атаған. Ол кезде ұлы жібек жолы жандана түсіп, бұл елді мекенге Азия мен Европадан елшілер мен саудагерлер, қолөнершілер келе бастайды. Бүгінгі күні Бұхараның көне қаласында және сыртқы аймақтарында көптеген тарихи көрнекі жерлері бар. Алайда біз ең негізгі алаңына келіп Бұхараның тарихымен көзбе-көз таныстық. Аталмыш осы сауда күмбездерінде сонау тарихи кезеңнен бері осылай жергілікті тұрғындар өздерінің қолдарымен жасалған дәстүрлі қол өнерлерін сатып келген. Бізде тігістің әртүрлі әдістері бар. Бұл кесте тігу әдісі. Және бұл 100% жібек матасы. Жібекті қай жерден аласыздар? Жібекті Бұхара ауылынан аламыз, өзіміз жасаймыз. Негізі жібек ақ түсті болады. Сосын біз оны табиғи бояғыш заттармен бояймыз. Неткен керемет. Қашаннан бері осындай қол өнермен айналысып жүрсіздер? Мен 4-ші ұрпақпын. Менің арғы әжем осы істі Емир кезеңінде бастаған. Ол Емирдің әйеліне киімдер тіккен және қабырғаны әсемдеп тұратын көрпешіктер тіккен. Сөйтіп, ол осы өнерді қызына үйретті. Ол менің әжем кейін анама үйретті, анам маған үйретті. Кесте тігуді үйрену қиын ба? Жоқ, ол әрбір адамға байланысты. Сіз тігіп көрсеңіз болады. Я, қарсы болмас едім. Бірінші жіпті ішке тығамыз, сосын астынан тартып орап шығарамыз. Мектепте оқығанымда осындай кестелер тігетінмін. Сырттан қарағанда оңай көрінеді, бірақ істеп көрсең аздап қиындау. Егер үйреніп алсаңыз, хоббиіңізге айналып кетуі мүмкін. Бірінші рет жақсы шықты. Үйреткеніңізге және көрсеткеніңізге көп рахмет. Достар, келіңіздер, Балнұрдың атынан келсеңіздер, сіздерге жеңілдік және сыйлық болады. Бұхараның ең негізгі құрылысы Арк бекінісі болғандықтан, оның төбесіне гидпен шығып, қала жайлы көбірек ақпарат алғым келді. Бекіністің биіктігі 16-20 метр аралығында екен. Мысалы, осы бекіністің бірінші нұсқасы дәл осы жерде тіпті біздің дәуірімізге дейін 4-ші ғасырда салынған екен. Оған дәлел ретінде осы жердегі археологиялық қазбаларда табылған артефакттар болып шықты. Ал қазіргі уақыттағы бекініс 17-18 ғасырларға сай келеді. Мына құрылыс хамамның жартысы 16 ғасырға сай келеді. Дәл осы биіктіктен көне Бұхараны анық көре аласыздар. Осы жерден 9 ғасырлық Калян минаретін көрсек болады. Ол Бұхараның ең маңызды құрылыстарының бірі. Парсы тілінен аударғанда колон, үлкен, құдіретті дегенді білдіреді. Және де мұнараның биіктігі 60 метрдей, ал 10 метр жер астында орналасқан. Өзбекстанға қай уақытта саяхаттап келуді ұсынасыз? Әрине, Өзбекстанға саяхаттап келудің ең қолайлы мезгілі сәуір-мамыр айлары. Бірақ негізінде орталық Азияда 2 мезгіл қолайлы болып саналады. Олар көктем және күз. Яғни күзде ауа температурасы төменірек болады. Ал жазда ауа температурасы 45-50 градусқа дейін көтеріледі. Сол себепті кейбір солтүстіктен келетін адамдарға ыстық күннің астында тұру қиындық туғызады.
Сонымен Өзбекстан мені расымен дәмді тағамдарымен, салт дәстүрімен, адамдарының қонақ жайлығымен, тарихи орталықтарымен таң қалдырды. Егер сіз осы бейнероликті көріп отырсаңыз, міндетті түрде Өзбекстанға саяхаттауларыңызды сұраймын. Мен көргенді сіздер де көрсеңіздер өте қуанып қаламын. Егер сіздерге менің бейнероликтерім ұнаса, маған Каспи арқылы қолдау көрсете аласыздар. Бүгінгі күні қолдауларыңыз өте маңызды. Себебі алдағы уақытта осындай қызықты бейнероликтердің шығуы жиіленіп тұрады. Менің арнама тіркеліп қойдыңыздар деген ойдамын. Аман саулықта болыңыздар, түркі елі.